Сәлем достар, бүгін біз өте жұмсақ ауызда еритін медовик пирожнойларын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, бал, сары май, ұн, ас содасы немесе разрыхлитель керек. Жұмыртқа бөлме температурасында болса жақсы көтеріледі. Қантты қосып отырып көтерілгенше миксерлейміз. Сары майымыз да бөлме температурасында болу керек, жұмсақ миксерлегенге оңай болады. Сары майымызды қосып, одан кейін балды қосып, жақсылап араластырамыз. Балымыз егер таза натуральный бал болатын болса, соданы газдетпей ақ сала береміз. Егер соданы газдету керек болатын болса, онда уксустан гөрі лимонның соғымен газдеткен дұрыс. Онда осылай қасықпен салып отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде міне осындай масса шығады. Енді осыны табамызға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Піскен қорждарымызды жинаймыз. Мен заварной креммен жинайтын боламын. Сіздер өздеріңіз қалаған кремді қолдануларыңызға болады. Заварной кремнің рецептісін алдағы уақытта каналыма салатын боламын. Осы медовик қоржына, торттарына заварной кремді қолдансаңыз өте дәмді шығады. Артылған қорждарды блендерден өткізіп, осылай бетіне себеміз. Пирожнойлар біркелкі кесілу үшін пышақты ыстық суға салып, сүртіп алып, содан кейін барып өлшеп, жақсылап әдемілеп кесеміз. Ең алдымен қол жетімді үйдегі бар заттармен өте дәмді, жұмсақ осындай медовик тортын жасап көріңіз. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.